Ой, қасқай, не деген әжім мынау, крем жағып жүрсің қайтеді? Не деген әжім мынау? Қасқа, мына қарашы мынау, әжім. Детский крем жақсам болады ғой, хотя бы. Бля, ана тісті қара, мынау не тіс мынау? Я тісіңді жумайсың. Құлағың жуғансың ба? Жумаған ғой, құлағы жуылмаған ғой. Ай, қасқай. Неменеге алып қарайсың? Не, шын ғой, рас қой. Или жаңа орыстарда. Правда, глаза көреді деймін сондай. Ай, қасқа, орысша түсінбейтін шығарсың сен, ішек қарынды алып келсеңдерші, тазалап тастайындар мына жерде енді. Ой, қасқа, естерің дұрыс па сендердің, Әй, осы нелерің бар, сода нелерің бар сендердің, не жындарың бар, ішек қарында тағы тастап жіберіп. Әй, әкең жаман деді ма, шешең жаман деді ма? Өкшең қисық деді ма, қасқа? Айттым ғой, қазақша айттым ғой, өзім тазалаймын деп айттым ғой. Апам байғұс әсіп істе ана ішек қарынды горячий салат істеді. Немен істеймін? Өзім ішек қарынды қуырам ба? Бар құры тауып кел. Бар құры тауып келіңдер. Өзіңдікімен қос сендердікін қуырам қазір. Құры таппай келмеңдер бар. Ой, жындылар, айтпайсыңдар ма жылқының ішек қарын деп? Ескертпейсіңдер ма маған? Ана апам шоке. Қасқа замзау, қой сойған сияқты еді қой, ішек қарын жылқынікі дейді. Ой, апай, қасқа, ана қой ауырыпты. Сөйтіп кезінде ана больницаға жатып шықты дедім. Ана ішегіне операция жасап жылқының. Жарықтық. Ондай да бола ма деп. Жаным, апам соған сеніп тұр ғой. Не деймін? Ана есалан келіндердің ішек қарын тастап. Елдері мақтадай жүр алмаймыз мақтың тіл көзіңнен сақтағай. Гүл әпшем-ау, гүл әпше, бақытты болып жүр әпше, ты красавица вообще.